Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерменен пияз нанның рецептісімен бөлісетін боламын. Ыдысымызға жылы сүтімізді қойып, 1 шай қасық ас тұз және де 1 шай қасық ашытқы саламыз. Әрі қарай ұнымызды салып, басында осылай қасықпенен араластырып аламыз. Қасықпенен араластыру барысында сұйық майымызды үстінен құйып жібереміз. Жақсылап араластырып, ұнымыз салып, қамырымызды жұмсақ етіп илеп аламыз. Қолға жабыспайтын, бірақ жұмсақ етіп илейміз. Илеп болған қамырымызды бетін жауып, 10 минут шамасына тындырып қоямыз. Қамырымыз тынып болғанша біз ішіне салатын салмасын дайындайтын боламыз. Ішіндегі салмасы үшін 4 пияз қажет бізге. Жақсылап майдалап турап аламыз. Достар, каналға тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмыт кетпеңіздер. Алдағы уақытта сіздерменен дәмді тағамдардың рецептісімен бөлісетін боламын. Турап дайындаған пияздарымызды арнайы ыдысқа салып, жақсылап мұжимыз. Аскөк салдым мен. Біздің үйде аскөкті барлық тағамдарға қосып жейміз. Балаларым өте жақсы көреді. Енді сіздер де өз қалауларыңызға қарай түрлі көкөністерді салып пайдалануларыңызға болады. Өз қалауларыңызша тұз, бұрышын дәміне қарай саластар. Енді қамырымызды 2 бөлікке бөліп алып, жаямыз, өте жұқа етіп жаямыз. Қаншалықты жұқа жайсаңыз, соншалықты қатпарлы қаттама. Кейбір жерде қаттама деп айтады, кейбір жерде пияз нан деп айтады. Мен пияз нан деймін, бірақ қамырды осылай жұқа етіп жаюымыз керек. Жайылған қамырымызға видеода көріп тұрғандарыңыздай сары майды ерітіп, біркелкі етіп жағып, үстінен салмасын салып шығамыз. Енді осылай рулет тәрізді орап шығамыз қамырымызды салмасымен бірге. Осы ораған нанымызды табамызға орналастырып, жақсылап жұқартып, қолымызбенен басып жұқартып аламыз нан тәрізді. Бетіне жұмыртқаның сарысын біркелкі етіп жағып, күнжіт себуге болады, мак себуге болады, өз қалауларыңызша сәндеп аламыз. Қызып тұрған пешімізге 220 градуста салып, асты үстін пісіріп аламыз. Дайын болған нанымызды дастарханға тарту етеміз. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер, балаларыңыз сүйіп жейтін ең дәмді нан.